деп жатырмыз ғой, бездер де дұрыс жұмыс жасамаса ол да ауыру туғызады. Яғни ұйқы безінде, әйелдердің жаңа омырау ісік безінде өте жақсы нәтижесі бар биоплюстың. Жалпы бұл биоплюсты аяқ ауыр әйелдерде угроза кезінде қолданса, баланы қалып ұстап тұруға нәтижесі бар. Сосын бұны да профилактика түрінде 2 капсуладан күніне 2 мезгіл ішуге болады, немесе жалпы курс лечения ішетін болсаңыз 3 мезгіл ішсеңіз де болады. Сосын артық салмақтағы неге бар ғой, комплекс соған қосуға болады. Артық салмақтан деп күреседі. Қант диабетіндегі проблемалармен де күреседі бұл. Жаңа карбалин, қант диабетіне жазып алыңыздар. Сосын авикурин. Осы жерде не жоқ? Карбалин жоқ. Міне олса қант диабетіндегі бірінші, екінші степень болса болады. Не себептен фарабизді қостым? Себебі қант диабеті 2 түрлі немен білінеді. Біреу сусамыр, екіншісі тамаққа тоймайтындар. Сөйтіп бөлінеді. Жалпы былай неге алып қарайтын болсақ, сол себептен фарабизді міндетті түрде қосып отырмын. Бұның құрамындағы топинамбур айтып отырмын ғой, ешқандай жаңағы ағзамыздағы кері нелердің бәрін, шырышты қабаттарын емдеуге жақсы нәтижесі бар. Авикурин ол сосын бүйректегі проблема болған кезде де, почечное давление болған кезде де диабетке әкеліп соқтырады. Сосын жиі кіші дәретке бара берсеңіздер, міндетті түрде сахарға анализ тапсырыңыздар.